Қара үйрек. Баяғы өткен заманда бір жарлы кемпір мен шал болыпты. Оның 3 баласы болыпты. Ең кішісі қара үйрек екен. Ол өзі батыр әрі білімді болыпты. Күндердің күнінде кемпір мен шал дүниеден өтіпті. Сонда 3 баласы не істерін білмей, күн көру үшін кәсіп іздеп жолаушы шығыпты. Келе жатса жол 3 айрылыпты. Алдындағы көлденең тақтайда жазу бар екен. Оқыса: «Ей 3 адам, үшеуің бір жүрсең жолың болмайды» деген жазуды көреді. Туыс деген қандай? 3 жолмен бөлінгенде туыстар құшақтасып, жылап айырылысады. Және қайда жүрсек те бірімізді біріміз ұмытпайық деп айырылысады. Сонымен 2 ағасы өз жолдарымен кетеді. Қара үйрек өз жолымен келе жатса, алдынан бір ақ отау көрінеді. Ақ отауға кіріп келсе, ай мен күндей жайнаған бір қыз отыр. Бірақ қыздың аузы түйреуішпен түйреулі екен. Қара үйрек түйреуішті ағытып алып, «Бұны кім түйреді?» десе, «Ағам түйреді» деген екен қыз. «Ағайыңның тұқымы құрсын, ол қайда?» Аң аулауға кетті. Екеуі танысып тамақтанғанша мезгіл кеш болды. Ағасы да аңнан қайтып келді. Ағасы үйіне таянғанда: «Қаңқылдаған итім өз басыңа көрінсін, шаңқылдаған құсым өз басыңа көрінсін. Қара үйректі көргенде неге шулап кеттіңдер?» дейді. Бұл дауысты естіп қара үйрек далаға шығады. Қара үйректі көре сала ағасы: «Мұнда неғып жүрсің? Өзіңе атыспақ керек пе, алыспақ керек пе?» дейді. «Атыспақ арғы атамның төрінде қалған, алыспақ керек» дейді қара үйрек. Екеуі 2 күн 2 түн алысып, ақыры қара үйрек қыздың ағасын 40 құлаш аспанға лақтырғанда жерге түспей-ақ өліп кетеді. Қара үйрек отауда 3 күн демалып, енді қызды алып жүрмек болғанда қыз айтыпты: «Сен мені ала алмайсың, себебі менің 2 ағайым бар, олардың да қарындастары бар. Сен сол ағаларымды жеңбесең, саған күн көру жоқ. Апаларымның күні менің күнімнен де жаман» деп. «Олар қайда тұрады?» «Олар күнбатыста, бірінен бірінің арасы 40 күншілік жер» деп қыз жылапты. «Ендеше мен соларды көріп, көрімдігін беріп қайтамын» деп қара үйрек жолға шығады. Келе жатса, алдынан бір отау көрініпті. Үйге кіріп келсе, бір қыз отыр. Аузы түйреуішпен түйреулі, аяғы кісендеулі. Кісенін ағытып, түйреуішін алып, «Не қып отырған қызсың?» десе, «Менің күнімді сұрама, ағайым аяғыма ел қыдырып кетесің деп кісенді, тамақты мен жоқта ішесің деп аузымды түйреп кетті» дейді қыз. «Ағаң қайда?» «Аң аулауға кетті». Қара үйрек қыздың аузынан түйреуішін, аяғынан кісенін алып тастады. Екеуі тамақтанады. Кеш те болады. Ағасы да келеді. Сонда ағасы: «Әупілдеген итім өз басыңа көрінсін, шаңқылдаған құсым өз басыңа көрінсін. Бұнда қара үйрек бар ма? Неге шулап кеттіңдер?» дейді. Қара үйрек естіп өзі далаға шығады. Қыздың ағасы айтады: «Атыспақ керек пе, жоқ алыспақ керек пе?» «Атыспақ арғы атамнан қалған, алыспақ керек». Екеуі 3 күн 3 түн алысады. Ақырында қара үйрек жеңіп өлтіреді. Қара үйрек бұл үйде де 3 күн демалады. Сонда қыз айтады: «Менің енді бір ағайым бар. Сол ағайымды жеңсеңіз, сонда жарайсыз. Ондағы тәтемнің күні менің күнімнен де жаман» дейді. «Ол қай жақта?» «Ол күнбатыста, осыдан 40 күншілік жерде тұрады. Осыдан біраз жол жүрсеңіз, алдыңыздан аңшы ағайым кездеседі. Таудай дәу тазысы бар. Ол саған алдымен шабуыл жасайды. Оны жеңбесең, өлесің. Ағайым өзі батыр. Ағамның бір әдеті бар. Бір ұйықтаса 7 күн ұйықтайды. Ұйқысына дәл келсең жақсы болар еді» дейді. Қара үйрек қызының ағасының сауыт-сайманын киіп атын мініп жолға шығады. Айтқандай-ақ біраз жер жүрген соң алдынан тазының даусы шығады.
Тазы сауыт пен атты танып еркелей бергенде қара үйрек қапысын тауып шауып тастайды. Таудай тазыны өлтіріп, қара үйрек ақ отауға келсе, қыздың ағасы ұйықтап жатыр екен. Қарындасының аузын түйреп, қолын артына қайырып, керегеге байлап қойыпты. Барып, қызды босатып жөн сұраса, бұрынғы қыздардағыдай жағдай екен. Ағасының ұйықтағанына бір күн өтіп, екінші күн болған екен. «Өлтірсең, ағайымды осы мезгілде өлтір», дейді қыз. Адамды ұйықтап жатқанда өлтіру батырлыққа жатпайды. Өйткені өзі де күшін білмей, өлген батырдың да күшін сынамай адам арманда қалады, деп оған қара үйрек бір бетінен қайтпай тамақтанып алып, батырдың оянуын күтіп үйде жата береді. Қыз сонда қара үйрекке: «Менің ағайым найзаласқанға шорқақ, сол есіңде болсын», дейді. Күні бітіп, батыр оянса, үйінде бөтен біреу отыр, тазысы жоқ. Сонда тұғырда отырған құсы шаңқылдайды. «Шаңқылдаған құсым, өз басыңа көрінсін, бұл қара үйректен сау ма?» деп батыр орнынан атып тұрады. «Иә, қара үйрек мен», дейді. «Саған алыспақ керек пе, атыспақ керек пе?» «Атыспақ арғы атамның терінде қалған, алыспақ бергі атаммен бірге кеткен, найзаласпақ керек», дейді. Екеуі найзаласа кетеді. Күн жарым дегенде, жерге тізеден кіргенде, қара үйрек батырды шаншып өлтіреді. 3 ақ отауды бір жерге тіктіріп, кіші қызды өзі алып, сол 3 мырзаның мал жайына ие болады. Елін 1-2 жылдан кейін көшіріп алып келе жатып, қара үйрек қыздарға айтады: «Сендерге аш-жалаңаш адам көрінсе, қалдырмай ала келіңдер», деп. Сөйтіп өзі басқа жолмен жүреді. Қара үйрек келе жатса, алдында мойны ырғайдай, беті торғайдай, үсті-басы алба-жұлба 2 ағасы аштан талып жатыр екен. Бауырларын көргенде қара үйректің есі қалмайды. Азын-аулақ тамақтандырып кетіп, көшін қуып жетіп тоқтатады. 3 отауды тіккізіп, тамақ жасатқызады. Өзі 2 атқа ер-тоқым салып, бауырларын мінгізіп алып келеді. 2 ағасын 40-40-тан 80 биенің сүтімен жуындырып, киіндіріп, үлкен ағасына үлкен қызды, ортаншы ағасына ортаншы қызды қосады. Үлкен ағасына жылқы мен түйенің түлігінің, ортаншы ағасына сиыр мен ешкінің түлігін беріп, өзі қой түлігін алып еліне барады. Ағалары қара үйрекке арамдық ойлайды. Өзі сұлу қызды алды, бізге нашар қызды берді, деп қара үйректі өлтірмек болады. Бұлайша өлтіре алмайтынын білген соң ақыл қортады. Бұл істі үйдегі әйелдері білмейді. Бір күндері ақылдасып, түн ортасы болғанда қара үйректің үйіне келіп, есігіне көлденең шалғы байлап қояды да қора жаққа барып айғай салады. Ұйқыда жатқан батыр қойға бөрі шапқан екен деп далаға жүгіре шықса, тізесінен шалғы қырқып түседі. 2 ағасы оны түнде көзі көріп, үйлеріне қайтады. Қара үйректің әйелі ерінің жағдайын біліп, шалғыны есігінен шешіп алып тастайды. Киіз күйдіріп, қанды тоқтатып, аяғын киізбен қаптап береді. Ақылды әйел бір нәрсені білгендей, ерінінің астынан жер ошақ қаздырып, киіз үйге орап, азық, тамақ, сауыт, сайман тығып, үстіне құрым киіз салып отырғызады. Астында не бар екенін қара үйрек те білмейді. Сонымен таң атады, күн шығады. Ағалары келіп, інісінің зарлағанына, келінінің жылағанына қарамай, үйін шықтырып, көшіріп әкетеді. Інісін жұртқа тастап, 2 ағасы елден ұзап кетеді. Қара үйрек ашығып, зарлап жылап отырса, аяғының бір жеріне астындағы киіз жабысып қалыпты. Орнынан қозғалып, киіздің астын сипаласа, жер ошақ, қолына сауыт, сайман, қант, шай пісірген ет, май ілінеді. Сөйтіп, өлмес күнін көріп отырғанда, қара үйректің қасына аяқ жолын ғана көретін кембағал бір адам келеді. Екеуі дос болып сыр айтысады. Сонда аяқ жолын ғана көретін адам айтады:
Менің өнерім сол. Жаудан қашқанда артымды тұман, алдымды ашық қып құтылып кетем, дейді. Сонымен бұл екеуі аң атып жеп күнелтіп жүрсе, екі аяғына қазандай тас байлап келе жатқан бір адамға кез болыпты. Ол желаяқ екен. Бұларға желаяқ та дос болады. Желаяқ тасын тастап қара үйректі арқалап жүреді. Құс жеп күнелтеді. Бір күні аң аулап жүріп, бір ауылдың үстінен шығады. Үшеуі ауылға келсе, күйеуге кеткелі жатқан қыздың тойының үстінен шығады. Бұлар да тойға барады. Бірін-бірі арқалап келе жатқанда көзі көріп, бөлек үйге апарып табақ тартады. Үшеуі бір ойға келеді. Біз табыс табамыз, бірақ үшеу ара бізге тамақ істеп беретін біреу керек қой. Тойда жүрген бір қызды алып кетелік деп ойлайды. Ойларын қорыта келіп ретін тауып, Сарқыт деген бір қыз баланы алып қашады. Оны көріп қалған халық қуады. Желаяқ екі адамды көз көрмейтін жерге алып кетеді. Қуғыншылар артындағы көзі кем адамды қуып жетіп қалыпты. Сонда ол артына бір қарап, жел үрлеп жібергенде алды ашық, арты тұман болып кетеді. Қуғыншылар адасып қалады. Сонымен үшеуі суы мол жайлы жерге барып, үй болып қоныстаныпты. Күндердің күнінде қара үйрек аң атып қайтып келе жатса, бір мысық кез болыпты. Үйдегі қарындасым Сарқыт ермек етсін деп мысықты ала кетіпті. Аңға кетіп бара жатқанда қара үйрек қант пен тоқаш тастап кетеді екен. Оны Сарқыт пен мысық екеуі бөліп жейді екен. Бір күні қант пен бауырсақ тастап мысықты шақырса, мысық келмепті. Сарқыт өзі жеп қойыпты. Мысық келіп, тәте неге шақырдың деп сұраса, жаңа мен үй жинап жүріп қант пен тоқаш тауып алып ем, сен келмеген соң өзім жеп қойдым дейді Сарқыт. Оған өкпелеген мысық, ендеше отты өшіремін деп құйрығымен шелектегі суға малып алып, суды отқа шашып жібереді. От сөніп қалған соң Сарқыт ағаларын іздеп шақпақ алуға келе жатса, көз ұшында жылтылдаған бір от көрінеді. От алу үшін бара жатса, 7 басты жалмауыз кемпір екен. Жылтылдаған соның көзі екен. Қарағым, жақсы келдің, неғып жүрсің дейді кемпір. Шешеке, от алайын деп келіп едім дейді қыз. Бармағыңнан бір сорғызсаң от беремін, болмаса от бермеймін. Оған көнбесең өзіңді жұтып та қоямын дейді кемпір. Сарқыттың қорыққаннан есі шығып кетеді. Жарайды шешеке деп Сарқыт бармағын сорғызады. Кемпір сорғанда қыз бозарып кетеді. Кемпір қыздың етегіне тұз бен күл түйіп береді. Үйіңе барғанша шеңгел бол, от бол деп бар, артыңа қарама. Қара үйрекке айтпасаң от болады дейді. Егер қара үйрекке айтсаң жұтамын дейді де жалмауыз қала береді. Айтқанын орындап барса, жолдың екі жағасы ши өтпес шеңгел болып, күлі от болыпты. Отты жағып, қыз уайымдап отырғанда ағалары келеді. Үйдің алдындағы жолдың шеңгел болып Сарқыттың бозарғанын көріп ағалары сұраса, жалмауыздан қорқып айтпайды. Ағалары аңға кеткенде жалмауыз келіп, желаяқ астында, сауыт сайманы үстінде, алмас қылышы қолында, үйде қара үйрек бар мекен, жоқ бекен дейді. Желаяғы астында жоқ, сауыт сайманы үстінде жоқ, алмас қылышы жоқ, қара үйрек үйде жоқ дейді қыз. Жалмауыз кемпір күнде келіп қолын сорып тұрады. 3-4 күнде Сарқыттың саудырап сүйегі ғана қалады. Енді ағаларына айтпасқа болмайды. Бастан аяқ ағаларына болған оқиғаны айтады. Ағалары үйдің есігінен бастап ошаққа дейін ор қазып, үстіне шыбық салып киіз жауып қояды. Қызға жалмауыз кемпір келгенде сөзін айтып болған соң мына сөзді айт. Желаяғы астында жоқ, сауыт сайманы үстінде жоқ, алмас қылышы қолында жоқ, қара үйрек үйде жоқ, келсең кел,
келмесең өзің біл жалмауыз дейді. Сөйтіп өздері көрінбейтін бір жерде дайындалып отырады. Жалмауыз кемпір келіп бұрынғы айтатын сөзін айтып болған соң Сарқыт та сөзін айтып, келсең кел, келмесең өзің біл жалмауыз дейді. Кемпір ашуланып қызға ұмтыла бергенде орға гүп етіп түсіп кетеді. Аңдып тұрған ағалары келіп, басын әрі өтіп бір кеседі, бері өтіп бір кеседі. Бір басы қалғанда жалмауыз жалынады. Мені өлтірме, не тілесең соған жеткізейін дейді. Сонда оны да көрейін деп ордан шығарып алып, көзі кемге көз сал, аяғы жоққа аяқ сал. Желаяқты желаяқ емес ет, Сарқытты сұлу ет дейді. Бәрін орындаймын, өлтірмесең болды дейді кемпір. Сонымен жалмауыз Сарқытты жұтады. Құс дейді, құсады. Сұлу қыз болып түседі. Көзі кемді жұтады. Құс дейді, құспайды. Бірнеше рет айтқанда зорға құсады. Сұлу көзді болып түседі. Енді желаяқты жұтады. Бұны да зорға құсады. Қараүйрек айтады, мені құспауы мүмкін. Сендер басын алып, сүйегін қалдырмай шағып, мені тауып алыңдар дейді де өзін жатқызады. Серіктері құс дейді, құспайды. Құс дейді, құспайды. Онан соң жалмауыздың басын кесіп, бақайшағын шақса, Қараүйрек малдастық құрып, садағын оғын жонып отыр екен. Жоғалған досын тауып алып, серіктері қатты қуанады. Бұлар енді жалмауызды өлтіріп, қазынасын теңдей бөлісіп алады. Барлығы ақылдасып, Сарқытты еліне алып барып, әке-шешесіне тапсырады. Ата-анасы қатты қуанып, қызын сүйген жары көзді болған жігітке қосады. Жігіт ақылды болып, сол елді билейді. Сол елден үй алып, ат мініп, жолдастарымен қоштасып, желаяқ емес болған жігітті қасына алып, Қараүйрек өзінің сүйген жарын іздейді. Жерден жерді аралап, елден елді аралап жүрсе, 3 бірдей ақ отау қатар тігілген үйлерді көреді. Келсе өз үйлері. Мейман қонақпыз деп келген 2 адамды ағалары танымай қалады. Өзінің әйелі ғана таниды, бірақ басқаларға сыр білдірмейді. Мейман қонақтарын сыйлағаннан кейін сөзді сөз қыздырып, 2 ағасы батырлығын айтады. Сонда Қараүйрек былай дейді. Егер батыр болсаңдар, қазір әуеге садақ атсайық дейді. Батырлар келісіп әуеге садақ атсады. Барлығы бір мезгілде садақ атса, 2 ағасының оғы өздерінің үстінен түсіп, оның үстіне қасындағы інісінің оғы мен желаяқтың оғы қоса тиіп, қара ниеттер қаза тауыпты. 3 қыздың кенжесі сүйгенімен жылап көрісіпті. Желаяққа ортаншы апасын қосыпты. Үлкен апасы өзінің сүйгеніне тиіпті. Сол елге Қараүйрек әділетті патша болыпты. Бажасы Желаяқты уәзір қылыпты. Сөйтіп мұрат мақсаттарына жетіпті.